мына қолдарыңызға ұстап алыңыздар, иә? Қолдарыңызға ұстай қойыңыздар, иә? Мінекей қараңыздар, мынау бізде шынайы түріндегі бауыр, иә? Қараңыздар, немен бүйтіп көрсеңіздер болады, бұл бауыр. Енді сіздер жаңағы тамақты жегеннен кейін не арқылы өтеді дедік? Бауыр. Не арқылы? Мына өңеш арқылы өтеді дедік, иә? Мінекей бұл өңеш, балалар, қараңыздаршы, қатпар шеміршектен тұрады екен, иә? Қараңыздар, мінекей. Мына жерде мінекей ауызға шайнағаннан кейін бізде өңеш арқылы мінекей асқазанға барады, иә? Міне мына ортасымен былай қарай жүреді екен, тамақ көрдіңіздер ме? Яғни мен бүйтіп мына жерден бізде келгеннен кейін асқазанға келеді, иә? Оны қосымша айтатын боламын. Мінекей мынау бізде не болып аталады? Шек, дұрыс айтасыздар, аш шек. Менен тоқша айтқан жоқпын, бұл бізде ащы шек болып саналады екен, иә? Жақсы, қолдарыңызға таяқ қоя салыңыздар. Енді балалар, кішкене сәл арырақ тұрамыз. Мынау біздегі мінекей сіздерге мынандай мен енді алып келдім. Жіпті алып келдім. Неге дейсіздер? Мынау өте ұзын, қараңыздар. Бұл ұзын жіпті неге елестете бересіңдер? Қай шекке елестетесіңдер? Өңешке. Өңеш пе мынау? Аш шек. метрі қанша екен? 5 метр. Міне соғыс көріңіздер. Біздің ащы шегіміздің ұзындығы мінекей осындай 5 метр екен. Көрдіңіздер ме балалар? Ащы шектің ұзындығы мінекей 5 метр. Көріп тұрсыздар ғой, иә? Ащы шекті өздеріңіз жаздыңыздар. Мінекей осы ащы шектің ұзындығын көрсетейін деген себеп. Ал мынау не нәрсе болуы мүмкін? Тоқ шек. Тоқ шек. Бұның метрі қанша еді жаңа? 6 болды ма? Қанша метр болды мынау? Ұстаңыздар. Ащы шектің ұзындығы қанша болды? 1,5, 2 метр болды. Көрдіңіздер ме? Біздің ащы шегіміздің ұзындығы осындай екен балалар. Ал ені қанша сантиметр болды? 5-7 сантиметр. Көрдіңіздер ме? Ені 5-7 сантиметр, және де ұзындығы қанша екен? 1,5 метр екен. Ал мына бөтелке не үшін алып келді деп ойлайсыздар? Бұл жарты литр бөтелке. Не істеуші еді? Мынау не нәрсе деп ойлайсыздар? Бұл не нәрсе? Асқазан, иә. Асқазанға құяды. Бос асқазанымызға қанша су кетеді бізде? Жарты